Сәлем баршаңызға. Сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін көріп тұрғандарыңыздай кішкене ерекше видео болады. Өйткені мен бүгінгі видеороликті сіздерменен өзім қабылдап жатқан дәрілерге обзор жасайтын боламын. Қазақша айтқан кезде шолу дейді ғой. Сол осы үш дәріні сізге таныстырып айтатын боламын. Не үшін қабылдап жатырмын және қандай жақсы әсерлер бар, қай жағына көмектеседі. Осы видеоны соңына дейін қараңыз, өйткені осы видео көру арқылы сіз неге жетесіз, мысалы қандай пайда болады сізге осыны көрген үшін. Мысалға біріншіден сіз мынандай дәрілерді қайсысын қай кезде ішетінін білетін боласыз. Мысалға міне көріп тұрғандарыңыздай мына осы дәрілер, то есть қай кезде бұл дәрілерді ішу керек екенін білетін боласыздар, және де өздеріңіз үшін осы дәрілерді алып қолдансаңыздар болады. И сіздерге былай айтқан кезде толығырақ бәрін түсіндіріп айтамын қазір, қалай ішеді, не үшін ішетінін. Ал видео шолуымызды бастаймыз. Бастайық. Шықпай қалды дауысы. Так, қараңыздар. Ең бірінші дәрі осы гистоблоктан бастайық. Гистоблок деген дәрі, бұл бізде аллергияға қарсы дәрі, ішінде 90 капсула. Мен уже қабылдадым, где-то бір 12 капсула іштім уже. Көріп тұрғандарыңыздай міне осындай банкалары. Так, Nature Sunshine компаниясыныңкі. Мен осы компания өте жақсы көремін, и тек қана осы компанияның дәрі-дәрмектерін, баттарын қабылдаймын. Өйткені сапалары өте жақсы. Міне осындай капсуладағы дәрілер. Шығаруға тырысайын міне. Осындай түрлері. Иісі бірандай не сияқты, мята ма, сондай бір мятный сияқты ма, сондай бір иіс шығады. Желантиновый несі, сыртында желантин, то есть природный желантин, бұл андай шошқа, болмаса өлген малдардың сыртынан жасалмайды, желантиндар таза, то есть табиғи өсімдіктерден алынған желантин, сол себепті бұл халал өнім болып саналады. Ешқандай кері әсерлері жоқ, осындай капсулалар жалпы. Бұл капсуланы мен не үшін ішіп жатырмын, осы сұраққа жауап берейін. Бәрлеріңіз білетін шығарсыздар, менде аллергия пайда болған, өзінен өзі пайда болды, где-то 1-2 жыл бұрын. Жоқ, қателеспесем, ана жылы 1 жыл бұрын, именно осы сентябрь, октябрьдан басталған еді мен аллергиям. Сол кезде мен бармаған врачтарым қалған жоқ. В общем, бар жаққа бардым, көптеген антибиотиктер алдым, бірақ там олар маған көмектескен жоқ, наоборот ухудшаться етіп кетті. Ауырып, содан кейін 1 ай бойы антибиотик қабылдап, побочный эффект алып, и содан кейін антибиотик вообще ішпеймін деп шештім. Содан бері еш уақыт антибиотик ішкен емеспін. Ал мынау гистоблок деген дәрі қазір менде обратно бір признактар беріп жатыр аллергияны. Сол себепті мен сразу ішіп бастадым. Гистоблок 2 капсуладан күніне 2 рет ішіп жатырмын. Бұл дәрілер қайдан шығады дейтін болсаңыздар, бұл дәрілер Америкадан шығады. Юта деген штат бар бізде. Мына штат Юта, США, USA. Сол штатта өндірілетін, Ютада өндірілетін продукция болып табылады. Үлкен складтары бізде Москвада бар. Мына Москва, сол жаққа бәрі жиналып, Москвадан СНГ бойынша тарайды. И Қазақстанға да сол жақтан келеді. Ішінде 90 капсула, 585 миллиграммнан. Ал мына жақта мына не деп жазған оқиға. Составында не бар? Составында фосфат бар, оболочка желантин бар, крапива бар. Бұл айтқан кезде өсімдіктің жиынтығы, ешқандай химиялық препарат емес. Кәдімгі крапиваның өсімдігінің сығындысы бар. Содан кейін кверцетин бар. Сафоро японский деген, ол ана Япониядағы өсімдік екен, специально осындай аллергический реакция берген кезде, көбінесе осы өсімдік қолданатын Японияның өзінде, и сол өсімдікті осы капсулаға қосқан. Содан кейін ананастың нелері бар. Мына жерде жазылып тұрған мына.
фокус алсыншы, фокус не болып кетті. Міне бромелайн из ананаса деген и стабилизаторлар бар, и плюс кремния бар, и не бар, витамин С үлкен количествода бар. Мынақта негізінде примененияға бір капсула бір рет деп жазған, бірақ там бұған қарамай қабылдасаңыздар болады. Егер аллергияңыз қатты болатын болса, 2 капсуладан 2 рет немесе 3 рет іше берсеңіз болады, ешқандай зияны жоқ. Бірақ любой дәріні алған кезде сразу 2, 3, 4 капсуладан ішпеңіздер. Бірінші бір капсуладан көріңіздер, өйткені любой затқа индивидуальный непереносимость деген болады. Ол дегеніміз жаңағы өздеріңіз жаман сезім қалуыңыз мүмкін, в общем ауруыңыз мүмкін. Сол себепті байқап бір капсуладан қабылдаған жөн болады басында. Содан кейін противопоказаниясы, ол жаңағы мен айтып кеткен индивидуальная непереносимость, содан кейін беременность, екі қабат кезде, емізетін кезде болмайды, және ауырып кетіп тұрған кезде, мысалға там панкреатит немесе холецистит деген сияқты асқынып тұрған кездерде желательно ішпей қойыңыздар. Жалпы осы бірінші дәрі. Эффектісі қалай болды, қазір айтайын. Эффектісі өте жақсы болды. Мен ұшып жатқаныма где-то 3-ші күн, мен обычно мынау ұйықтаған кезде мен не байқадым, ұйықтаған кезде мен бұрында терезені ашып ұйықтайтынмын түнде, түнгі уақытта. И азанда тұрған кезде кәдімгі мұрным бітіп қалады да, мынау демаламай қаламын, кәдімгідей демалу қиын болады. И ана фарингиттің симптомдары болады. Фарингит дегеніміз жаңағы ауыз қуысы, мұрын қуыстарының қабынуын айтады. Мұрыннан су ағып бітеліп қалады да былай. И даже сөйлемей қаласың кейде, маңқылдап қаласың айтқан кезде. Өйткені бәрі отек болып кетеді, көзінен жас ағады. И сондай қатты обострение болып тұрды. И мен түнде осы дәрілерді как раз алып келді, маған доставкамен алып келді, үйге дейін алдым да сразу қабылдадым. И азанда оянсам, терезені жауып қойдым да, и кәдімгідей жеңіл демалып жатырмын да, кәдімгі полный мұрнымның қуыстары барлығы ашылды, мен дыханиям ашылды, көзім жас аққаны бәрі тоқтады. Қазір ондай симптомдар жоқ, аллергический симптомдар. Именно осы кистоблоктан кейін өте жақсы сезініп жүрмін өзімді. Сезон аллергия кезде де өте жақсы көмектеседі. Мысалға 2-3 ай аллергия болатын болса, 2-3 ай қабылдасаңыз, аллергияңыз мүлдем мазаламайтын болады. Содан кейін жаңағы мен айтып кеткен зат, ол ұйықтаған кездерде терезелерді ашып ұйықтамаңыздар. Именно сезон аллергия кезде даладан келіп жатқан мынау ұшып жүрген талдардан түсетін неше түрлі заттар, компонент аллерген болып табылады. Олардың бәрі пыль сияқты ұшып келіп мұрындарыңызбен өтіп, бәрін не істеп тастайды, аллергия қоздырып жібереді. Сол себепті желательно есікті жауып, қараңғылап сөйтіп жатқаныңыз дұрыс болады. Сол кезде аллергияңыз кішкене болсын басылады айтқан кезде. Жалпы айтқан кезде осы бірінші дәрі туралы бәрі түсінікті деп ойлаймын. Балдарға бола ма, болмай ма? Балдарға болады. 5 жастан кейінгілерге іше берсе болады, ешқандай зияны жоқ. Өте керемет дәрі, в общем, советую, біріншісі. Екінші дәрі бұл сок алоэ вера деп аталады. Алоэ вера juice NSP деп 473 миллиграмм. Жалпы Night Sunshine компаниясы 1972 жылдан бері шығарып келе жатыр өнімдерін, сапалары өте жоғары. Так, не үшін мен бұны ішіп жатырмын, алоэ вера? Жалпы алоэ вера дегеніміз өте, бұл айтқан кезде ағзамызға керекті, ағзамызға өте пайдалы заты көп. Бұл туралы мен отдельный видео жасағанмын, ссылка шығады жоғары жақтан, мына жерлерден ба, или мына жақтан шығу керек. Соған басып, толығырақ осы алоэ вераның пайдаларын мен айтып кеткем. Медицински доказанный, алоэ вераның действиясы медицински доказанный, мына гистоблоктікі тоже доказанный заттар, компоненттері құрамындағы аллергияға қарсы. Сок алоэ вера жалпы иммунитетті көтереді, қысқаша айтып кеткен кезде. Егер қайта-қайта ауырып жүрген болсаңыз, қайта-қайта асқазан аурулар болатын болса, жаралар, язва, болмаса жөтел, тоқтамайтын жөтел болатын болса, өте керемет көмектеседі сок алоэ вера. Содан кейін жаралар, денеге шығатын псориаз, экзема секілді, соның бәрін жоқ қылады былай айтқан кезде. И ағзаны тезірек восстанавливать етуге көмектеседі и күш береді. Өте мықты препарат, тоже медицински доказанный, медицинский статьялардан оқып шыққам өзім.
жаңағы ссылкаменен мен видеомды көрсеңіз сол жақта түсінетін боласыз. Жалпы айтқан кезде мен сразу бұны қалай дайындайтынын көрсетіп жіберейін, иә. Былай аласыздар, бір стакан, любой стакан, желательно 200 болмаса 250 мл стаканды алып, мынандай ашасыздар. Крышкасы міне осындай, аппақ крышка. Бұл жерде міне көріп тұрғандарыңыздай соктың, алоэ вераның концентраты сығындысын алған. Осылай емкостьпен жабылып келеді. Желательно холодильникте сақтау керек бұл затты. Шешестерде мен қазір қолымда чайна ложка жоқ, бірақ там чайна ложка болмаса столовый ложканы алып, мынандай стаканның ішіне құясыздар. Так, ақырын. Вот. Осы жеткілікті болады, примерно бір столовый ложка құйдым. Енді не істейміз? Крышкасын жабамыз да, мұнан осының ішіне су құятын боламыз. Қазір мен су құяйын. Ема, үстіме төгіп жүрмесем болады ма? Бір қолмен су құйған не екен, өте неудобно екен. Так, осылай құясыздар. Осы жеткілікті болады деп ойлаймын. 150-200 мл су болды мына бізде, иә. Енді осыны біз ішетін боламыз. Мен өзімді көрсетейін. Так, осындай стаканмен ішесіздер. Дәмі бір не сияқты, қышқыл сияқты, кішкене лимонға келеді, бірақ лимонда емес, алоэның дәмі шығады. Жалпы айтқан кезде осылай күндігіне осындай бір стаканнан азанда кешке болмаса 3 реттен ішсеңіз болады, немесе 1-ақ реттен болады, без разницы. Дәмі қатты да шықпайды негізі, андай прямо алоэ болып тұрған жоқ маған, мен үшін. Міне енді инструкциясын оқып қарайық, инструкциясына не деп тұр? Так, инструкция бойынша, так, мына заттар жазыпты. Взрослый принимать по 1 столовой ложке, так, 15-30 мл в день во время еды, предварительно разведя продукт в воде или соке. Айтпақшы, мынаны қолданас бұрын, бұлай шайқау керек екен, ұмытып кетті менше. Шайқау керек екен, ұмытып кеттім менше. Іші араласпай қалуы мүмкін. Қазір тағы құйып көрейікші мына ішіне. Может, просто несі аққан шығар, андай. Несі. Кішкене өзгерді. Иісі кішкене неге ұқсайды. Непонятный иіс, короче. Алоэға ұқсай ма білмеймін. В общем, қышқылдау болды. Жалпы осы алоэ, сок алоэ. Енді бұл кімдерге болады? Кімдерге болмайды? То есть, индивидуальная непереносимость, егер аллергия болатын болса, алоэға болмайды. Екі қабат кезде, жаңағы бала емізетін кезде, маточный кровотечение болған кезде, жалпы ағзада қан кетіп жатса болмайды. Және де бұл продукт холодильникте сақтау керек. Негізінде беременналарға ішу беруге болады, оның ешқандай зияны жоқ. Бұл жақта енді официально болғаннан кейін солай жазады бұлар. Жалпы осы асқазан ауруы, холецистит, панкреатит болатын болса, жөтел болатын болса, экзема, псориаз болатын болса, осы кожный аурулар таптырмайтын зат, әдемі, өте әдемі. 1 ай ішсеңіздер болады, ешқандай зияны жоқ. Так, бұл осымен кетті, Так, мен шолу жасаған препараттарды мына жаққа қоя берейін, сізге көрініп тұрсын. Ал енді 3-ші препарат черный грецкий орех деп аталады. Черный грецкий орех дегеніміз бұл неге қарсы? Гельминттерге, паразиттерге, лямблия тағы басқасы. Мен ішін ашып көрсетейін. Мынандай капсула. Капсулалары қап-қара болады бұлардың кәдімгі. Черный орех деген ол барлық жерде өсе бермейтін өсімдік. Міне осындай
капсулалары тоже желатиновый, природный происхождениедағы, иісі андай не кәдімгі бір как будто ағаштардың нелері болады ғой, тамырлары болмаса жаңбырдан кейін ағаштардың сырттары болады, қалың кара дуба деген сияқты, сондай сияқты бір иіс шығады. Орехтың иісіне ұқсамайды онша. Так, жалпы осындай дәрі черный орех не үшін қолданады дейтін болсаңыз, ағзадан керемет нелерді шығарады, паразиттерді, червяк, гельминт не бар, жыбырлайтын заттар, анальный зуд болатын болса, сізде ұйқыңыз дұрыс емес болатын болса, егерде сізде энергияңыз жоқ болатын болса, источник витамин С да өте көп бұның құрамында. Ішінде еще 100 капсула бар, 620 миллиграммнан өте жақсы. Так, бұны бір таблеткадан, бір капсуладан 3 рет ішеді деп жазған, бірақ там 2 капсуладан 2 рет немесе 3 рет іше берсеңіз болады, ешқандай зияны жоқ. Егерде сіздің асқазаныңызда, ішек жолдарында құрттар болатын болса, мынаны ішкен кезде іштеріңіз ауыртатын болады, өйткені жыбырлатады, құрттардың барын шығарады. Бұл айтқан кезде тамақтан кейін ішеді, желательно 2 капсуладан 2 рет ішсеңіздер болады. Үлкен адамдарға, балдарға беретін болсаңыз, 1 капсуладан 2 немесе 3 рет бере бересіз. 5 жастан кейін желательно ішкен дұрыс бұл препаратты. Так, составы не деп жазған? Кожура черного ореха деп жазған. Желатиновая капсула, стеатат магния, диоксид кремния и так далее. Жалпы осы черный грецкий орех шолуда бізде қалай ішем дейтін болсаңыз, бұл дәріні 1 ай ішсеңіз болады, 2 капсуладан 2 реттен ішесіз, болмаса 21 күн ішесіз, 10 күн демаласыз, тағы 21 күн ішесіз, тоже 2 капсуладан 2 рет немесе 3 рет. Сок алояны жаңағы мен айтқандай столовый ложкаға 1 немесе 2 столовый ложканы осындай стакан суға араластырып іше бересіздер. Гистоблокты 2 капсуладан 2 рет ішесіздер, где-то 1 ай 2 ай ішсеңіз де болады. Ал енді бұлардың бағаларына келсек, мен қаншаға заказ бердім, мына жерде накладной мен. Так, мына жақта жазылған. Сок алоэ веры маған келді 10.886 теңгеге келді. Бұл 30% скидкамен, айтпақшы мен атымнан 30% скидкамен алсаңыздар болады. Осы продукцияны сіздерге номер жасап берем. Міне менің номерім, дисконтный номер деп тұр ғой. Осы секілді сіздерге номер жасап бере аламын. И сол бойынша сіздер бұл дәрілердің барлығын 30% скидкамен аласыздар. Так, екіншісі Black Walnut деген черный орех. Черный орех менде 5716 теңгеге алынды. И гистоблок 14.998, почти 15.000 теңге, бұл айтқан кезде гистоблоктың бағасы. Ең қымбат бұл жерде именно осы гистоблок болып тұр. Қалғандардың бәрі в принципе нормальный бағада. Общий менде 31.600 теңге кетті осының барлығына. Памфилова 83 деген біздің аптекадан алдым, Алматыдағы. Жалпы осы. Ал сіздерге мен шолу жасап бердім, қабылдап жатқан дәрілеріме. Барлық дәрі маған өте керемет көмектесіп жатыр. Алсаңыздар болады. Егер мен консультацияма жазылғыңыз келсе, мейлі сізде өт жолдарымен проблем болсын, панкреатит болсын, асқазан ауруы, гастрит, немесе хеликобактер пилори болатын болса асқазандарыңызда, ауыртып жатқан болса, немесе киста, бүйректеріңізге киста болатын болса, қалқанша безбен проблем болатын болса, содан кейін тағы не бар? Сахарный диабет второго типа, буын аурулары, паразит шығару, құртты емдеу, осының барлығына консультация бере аламын. Маған описанияға жазып кетсеңіз болады, WhatsApp номерім бар, болмаса осы неге шығаруға тырысамын. Маған жазсаңыз, маған онлайн консультация керек етемес, тіркеп консультировать етіп берем. Ал егер де осы видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк, комментарий жазып кетіңіз. Сен болған мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Сау болыңыз. Айтпақшы, егер осы видео ұнаған болса, осындай обзор жасаған, онда міндетті түрде обзор жасаған ұнады, тағы да осындай обзорлар күтеміз деп жазатын болсаңыз, мен плейлист создавать ететін боламын. Осындай обзорларға тек қана осы дәрілердің, айтқан кезде
действияларын айтамын, қалай қолданылады, соның бәрін шолу жасайтын боламын, былай айтқан кезде дәрілерге. Осымен сол, басқа видеоларымды міндетті түрде көріңіз, келесі видеода кездескенше.